Армысыңдар қымбатты көрермендерім, кезекті бөлімде сізбен қызықты әңгімемен бөлісейін деп отырмын. Апасының жігітіне қылмыңдап, соған ғашық болып есін жоғалтып артынан барған қыздың бастан кешкені баяндалады. Бұл әңгімені 2 жыл бойы ешкіммен бөліспей құпия етіп сақтап келдім. Сіңіліммен бөлісемін деп, барлығы жария болады деп кім ойлаған. Тыйым салынған махаббат дегенмен туралы айтылғандай. Туған әпкесінің жігітінің қойнына кірген нағыз арсыз қыздың әңгімесін баяндап берейін. Біз отбасымызда 3 ағайындымыз. Үлкен әпкем 26-да, мен 21-де, сіңілім 18 жаста. Үшеуміз 3 түрлі мінез. Әпкем сабырлы, бәрін ішіне сақтайтын. Мен сырттай күліп жүріп, ішімде дауыл соғатындардың бірі. Ал сіңілім әлі өмірге ренжіп көрмеген, бәріне сенетін балаң жүрек. 4 жыл бұрын әпкем Дастан есімді жігітпен кездесіп жүрді. Араларындағы махаббат расымен де көз қызығарлық еді. Гүлдер, тосын сыйлар, түнгі ұзақ қоңыраулар. Дастан тек әпкеме ғана емес, бізге де тәттілер әкеліп, кішкене балдыздарым деп қалжыңдайтын. Мен сол сәттерде үндемей күліп тұрсам да, ішім біртүрлі шым ететін. Ол кезде өзімді түсінбедім. Қызығу ма, қызғаныш па? Не деген жігіттің төресі деп іштей сүйсінетінмін. Түрі де, бойы да, қызды сыйлауы да бөлек еді. Кейде әпкемді іштей көре алмай қалатымын. Неге дәл оған жолықты екен деп. Екеуі үйленеміз деп жүргенде Дастан Астанаға жұмысқа кетті. Астана алыста емес сияқты көрінгенімен арадағы сезімге салқындық түсірді. Қоңыраулар сиреді. Ұрыс көбейді. Ақыры үнсіздік жеңді. Әпкемнің сол күйі есімнен кетпейді. Түнде жастығы су болып оянатын. Күннен күнге арықтап кетті. Бізге бәрі жақсы деп күлетін, бірақ көзі бәрін айтып тұратын. Сол кезде менің ішімдегі әлсіздік жеңді. Екеуі мүлде араласпай кеткен соң, мен басқа аккаунт аштым. Бөтен қыздың суретін қойдым. Жүрегім атша тулап тұрса да, запрос жібердім. Аккаунты ашық екен. Көп ойланбай, директке сәлем деп жазып жібердім. Жауабы 5 минутта келді. Сәлем, танымай қалдым. Сол сәтте өзімді киноның басты кейіпкеріндей сезіндім. Қолым дірілдеп, бірақ тоқтамадым. Әңгімеміз жеңіл басталды. Ол мені басқа қаладағы студент қыз деп ойлады. Әзілдесіп күліп түн жарымға дейін жазысатын болдық. Бір қызығы, ол әпкем туралы бір ретте айтпады. Бір күні ол, кездесейік Астанаға келсең, кофе ішеміз деді. Мен баруға бел будым. Үйдегілерге құрбымның туған күні деп айтып билет алдым. Поезд терезесінен далаға қарап отырып, жүрегімнің қалай соғып тұрғанын сездім. Бір жағым қорқыныш, бір жағым әлде бір тыйым салынған ләззат. Кездесетін күні ол гүл ұстап келді. Мені көрген сәттегі түрін ешқашан ұмытпаймын. Алдымен таңғалды. Сосын таныды. Сосын үнсіз қалды. Мен сол кезде бәрін мойындадым. 2 жыл бойы жазысқан бөтен қыздың мен екенімді айттым. Бір сұрақты бірнеше рет қойды. Неге? Не үшін олай жасадың? Әлде әпкең үшін бе? Деп сұрады. Жоқ, саған бұрыннан ғашықпын. Қазір одан бетер саған ынтамын деп құшақтап алдым. Өзімді бұндай қадамға барамын деп ойламаған едім. Мойнына мұрнымды тақап жылы да тәтті иісіне шомыла кеттім. Ол есеңгіреп тұрып қалды. Дастан, сен үшін келдім, қасыңда болу үшін, кетпесең қазір ақ кетіп қаламын деп артқа бұрыла бергенімде қолымнан ұстап тоқтатып көзіме тіке қарады. Бұл бір шиеленіскен қарғыдай болды. Осы уақыт бойы сенімен сөйлесіп жүріп сырттай ғашық болған адамым, бұрынғы жүрген қызымның сіңілісі болып шыққаны мені шокқа әкелді деп басын төмен түсірді. Аздап ашулы еді. Мен батылдық мен пысықтығымды алға тартып, ұятты артқа тастап, бүгін бірге қалайықшы. Бәрін ұмыттырамын деп өз дегеніме жеттім. Сол күні екеуміз Дастанның үйіне бардық. Ипотекаға бір бөлмелі үй алған екен. Көп созбайын әңгіменің төресін сол түн бір ғажайып сәулеге, тәтті сезім мен дәруменге толы болды. Оның айтуы бойынша тұрақты барып жүрген қызы жоқ екен. Тізгінді қолға алып асаулатып шапқанда бойымда электр тоғы шымырлап өткендей діріл қақтым. Нағыз асау екен. Теңтегідей неткен қайсарлы әрі үлкен еді.
Апам қалайша ұмытсын оны деп те ойлап қаламын. Тентегін сипап қысып, уқалап қайта-қайта қатайтып шаптым. Осылайша жасырын тыйым салынған қатынастар 2 жыл жалғасты. Ылғымен баратынмын Дастанға, бірақ бұл махаббат болмады. Дастан үшін бұл жай ғана айқас еді. Ал мен шын ғашық болдым. Бір күні сіңілім көріп қойды. Ант су ішіп айтпаймын дегесін барлығын айтып бергем. Бірақ құпиям ұзақ сақталмай жария болды. Әпкеме үлкен соққы болды. Ал мен болсам 2 айдан кейін Астанаға көшіп кеттім. Дастан екеуміз қосылмадық. Кездесулер азая берді. Ол үйленді. Ал сатқын, опасыз қыз болып жалғыз қалдым. Өзімнің де обалым жоқ екен. Тағдыр деп тағдырға жауап салудың қажеті жоқ. Әркім өз өмірінің қожайыны. Мен қате жолды таңдаған бейбақ. Қатты өкінемін.